Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғаттағы демалыс. Сендер бүгін өлеңді мұқият тыңдауды, суретке қарап әңгімелеуді үйренесіңдер. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Қайықпен серуендеу, балық аулау, қармақ салу, шомылу. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін сөйлемдер жазайық. Оқушылар, мына сөз тіркестермен және сөйлемдермен танысып алайық. Тез аулайды, өзенде шомыламын, мәшинемен серуендеу. Жазда мен қайықпен серуендедім. Демалыс күні әкеммен балық ауладық. Оқушылар, сендерде де осындай және тағы басқа сөз тіркестері, сөйлемдер жазылды деген ойдамын. Оқушылар, сұраққа жауап берейік. Суретте не, кім бейнеленген? Қажетті сөздерді теріп жазайық. Іске сәт. Тексерейік. Мына сөздерді теріп жазыңдар деген ойдамын. Балалар, отбасы, қыз, ұл, дос, тау, орман, өзен, көл, балық, аулау, теңіз, демалу, табиғат, шаңғы, тағы басқа сөздер. Енді осы сөздермен кластер құрастырайық. Табиғат тақырыбына арналған. Іске сәт. Оқушылар, мына кластерға көңіл бөлейік. Табиғат сөзіне жазылған сөздер: тау, теңіз, демалу, шомылу, тағы да басқа сөздер жазыңдар деген ойдамын. Оқушылар, өлеңді тыңдайық, сұраққа жауап берейік. Балақай ау, балақай, жаз келді міне, алақай. Жалаң аяқ жүреміз, балақты да түреміз. Көлден балық сүземіз, жалтылдатып тіземіз. Өлең не туралы? Оқушылар, енді ең жүйрік топты анықтайық. Ол үшін орынды тап деген ойынды өткізейік. Сендердің қолдарында келесі сөздер бар. Сол сөздерді екі бағанға қою керек. Бірінші бағанда кім не деген сөздерді қоясыңдар. Екінші бағанға не істеді. Сөздерді тыңдайық. Теңіз, жағажай, құрды, шатыр, балалар, жоспарлады, жасады, құм, балық, демалды, өтті, қайық, қармақ, аулады, серуендеді, үй, күн, шомылды, су, демалыс, қыздырындық. Іске сәт. Тексерейік. Бірінші баған. Кім не? Теңіз, жағажай, шатыр, балалар, құм, балық, қайық, қармақ, үй, күн, су, демалыс. Екінші баған. Не істеді? Демалды, құрды, жасады, шомылды, қыздырындық, өтті,
аулады, серуендеді, жоспарлады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, мәтінді оқып, сұрақтар құрастырамыз. Биыл теңіз жағасында демалдық. Теңіз өте әдемі. Жағажайда шатыр құрдық. Балалар құмнан үй жасады. Күн сайын суға шомылып, күнге қыздырындық. Демалыс көңілді өтті. Енді оқушылар, осы мәтін бойынша сұрақтар құрастырып жазайық. Іске сәт. Оқушылар, сұрақ үлгілерімен танысайық. Биыл қайда демалдыңдар? Теңіз қандай болды? Жағажайда не құрдыңдар? Балалар құмнан не жасады? Балалар күнде не істеді? Демалыс күні қалай өтті? Оқушылар, сендердің де сұрақтарын осы үлгіде болды деген ойдамын. Жарайсыңдар. Оқушылар, үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейік. Балалар қайда барды? Балалар балық аулауға барды. Не пісірді? Балалар балық сорпасын пісірді. Балық сорпасы қандай болды? Балық сорпасы дәмді болды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, түсіп қалған әріптерді орнына қойып жазу керек. Іске сәт. Оқушылар, бірге тексерейік. Табиғат, теңіз, балық, көңілді, қармақ, пісірді, жағажай. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Есте сақтайық. Оқушылар, мына бейнематериалмен танысайық. Кейін сұрақтарға жауап бересіңдер. Іске сәт. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Мультфильмдегі бас кейіпкері кім? Екінші сұрақ. Олар қайда шықты? Үшінші сұрақ. Тоғайда кімді кездестірді? Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Бас кейіпкерлері Лелик пен Бөлек. Олар жорыққа шықты. Тоғайда тиінді кездестірді. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, үй тапсырмасы 87-ші беттегі 4-ші тапсырма. Осы тапсырма бойынша 4 сұраулы сөйлем құрап жазу керек. Іске сәт. Оқушылар, енді бас бармақ тәсіл арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.